Точно ма? Қайырлы кеш. Осы бойдан кейін сіздің көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күй бойдан кейін мощный болады. Алхамдулилля, Аллаға шүкір, бүгін жеңіске жеттік Алланың қалауымен. Екіншіден осы көмектесіп жатқан біразының арқасында, осы ағайлардың үйреткеннің арқасында жеңіп жатырмыз бойды. Аллаға шүкір. Сіз сопернигіңізді әдемі нокаутқа жібердіңіз, иә? Негізі сондай жоспар болған ба? Бойға негізі боецтер басқа жоспар алып шықпайды ғой. Тек қана ұрып қуатым деп шығады, болмаса жақсы бірдей сабмишнмен ұтамын деп шығады, қалқындырып. Сондай оймен шығады енді. Ешкім бүйтіп 3 раунд қырылам, анау-мынау деген оймен шықпайды ғой. Бәрінде бір ой болады, шығам. Есе ударник болсам, мен ұрып шығамын деп ойлайды. Алланың қалауы бүгін сондай жеңіс нәсіп етті, осылай. Ұрып нокаутпен ұтамыз деген. Аллаға шүкір, осы нокаутпен ұттық Алланың қалауымен. Осы бойға сізде дайындық қалай өтті? Дайындық мощный өтті. Бір ай Қаршыға каналында Азамат братанымда дайындалдық. Азамат фитнес. Best фитнес сила. Бір ай дайындалдық. 2 ай дайындалдық, 1 ай чисто темірмен өтті. Екінші ай Атыраудқа өзіміздің Тұран орда залында ағайымыздың нелерімен, осы тактикаларымен әйтеуір Аллаға шүкір ұттық. Сондай мощный болды дайындық. Сіз өзіңіз местныйсыз ба? Жоқ, мен осы 115-те төгіп жатқан жалғыз шымкенттікпін. Қазір сіз Шымкентке келіп, үйге келіп, не істейсіз, демаласыз ба әлде? Жоқ, даже тренировка істейміз, бірақ ертең бара салысымен бірінші ауылға айтамын. Анашыма барамын бірінші. Анашым алдында 1 күн боламын да. Ертесінен бастап Қаршыға братанға көмектесемін, Япония. Братан дайындалады ертең. Енді осы ай бой, құдай қаласа, енді осы ай төгесе ғой. Және соңғы сұрақ, осы жеңісті кімге арнадыңыз? Осы жеңісімді мен әлі ешкімге арнамын, бірақ осы тәуелсіздігімізді алып берген әпке ағаларымызға арнадым. Осы 1906 жылы тәуелсіздігімізді алып берген. Рахмет сізді. Тағы да құттықтаймын.